Сәлем балар, бүгін біз ана тілі пәнінен 47-ші сабақ сөйлем тақырыбын өтеміз. Балалар, біз алдыңғы сабақта сөйлемді өткен болатымыз, ал сөйлем дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Балалар мектепке келді деген секілді, балалар. Олай болса, балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығуда бізде мәтінді түсініп оқы делінген. Ал балалар, оқиықшы. Нан тіршілік тірегі. Нан ең қасиетті дәм. Нан ұсағының өзі киелі. Нанның ұсағын жерге тастама, обал болады деді ата әжелеріміз. Себебі нан тіршілік тірегі. Нанды ысырап етуге болмайды. Ешқашан нанмен ойнама. Авторы Айгүл Ағыбаева. Балалар, мәтін мазмұны бойынша өз ойымызды айтайықшы. Жарайсыңдар, балалар. Нанның қасиетті дәм екені туралы айтылған екен, Балалар, мәтін неше сөйлемнен тұратындығын айтайықшы. Ал олай болса, балалар, мәтіндегі сөйлемдердің санын анықтайық. Санап шығайық. Жарайсыңдар, балалар. Мәтін неше сөйлемнен тұрады екен? Дұрыс айтасыңдар. Мәтін 6 сөйлемнен тұрады екен. Жарайсыңдар. Енді, балалар, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу өлеңді көшіріп жаз дейді. Атасындай барастың, тұрғажайып ақбидай. Асырайтын барша елді біздің байлық ақбидай. Ермек өте тілеуұлы. Әдемі етіп, көшіріп, көркем жазайық, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Көшіріп болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығуда, балалар, бізді дәнді дақыл атауларын тап делінген. Балалар, бұл жерде міне бидай деген дәнді дақылды қызыл сызықпен қоршап сызып қойған екен, балалар. Бізде осылай басқа да дәнді дақылдарды тауып, қызыл түспен қоршап сызайық. Жарайсыңдар, балалар. Тағы да қандай дәнді дақылдарды көріп тұрмыз? Жақсы, күріш және арпа. Жарайсыңдар. Және де, балалар, тағы да дәнді дақылдардың түрі бар екен, бұл жерде. Бірақ тігінен емес, қисығынан орналасқан екен, балалар. Жүгері. Бұл дәнді дақылдардан не жасалынады, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бидайдан не жасалынады? ұн жасалынады, балалар. Жарайсыңдар. Ал басқа дәнді дақылдардан түрлі тағамдарды және түрлі ботқаларды жасайды екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырамыз, балалар. Каналға жазыламыз. Сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.